Қайырлы күн достар, бүгін қол тонометрмен өте оңай жолмен қан қысымды өлшеуді үйретемін. Алдарыңызда тұрған механикалық тонометр. Оның құрылысы яғни манжеткадан, цифрлармен белгіленген шыны манометрден, грушадан және ауа босатқыштан тұрады. Осы бұралғыш арқылы грушаға ауа толтырып және босатып отырады. Келесі кезекте жүрек қағысын тыңдайтын стетоскоп құрылысына келейік, яғни ол бинуральды трубкадан, стетоскоптың басынан және трубкасынан тұрады. Егер де үйлеріңізде осындай екі жақтамалы стетоскоп болатын болса, бұнымен де өлшеуге болады. Екеуінің құрылысы бірдей. Давление өлшеуді бастаймыз. Ол үшін өлшенетін қолда қан қысымын өлшеуге кедергі жасайтын ешқандай заттар болмау қажет. Манжетті видеодағыдай етіп қолға кигіземіз. Манжет пен қолдың арасында бос кеңістік болу қажет және шынтақ бөлетін аймақтан екі саусақ жоғары деңгейде болған абзал. Жүрек қағысын тыңдау үшін стетоскопты құлаққа саламыз және оның басы манжет пен қолдың арасына енгізіп, қолды бүккен кезде кедергі жасамау қажет. Манометрді ала отырып грушаға ауа толтырамыз. Ол үшін бұрағышты қатты қысып, ритмді түрде грушаны қыса бастаймыз. Манометрдің стрелкасын 200-ге апарып, грушаны жайлап босатамыз. Және мына дауысты бақылаймыз. Осы дауыстың шыққан және аяқталған кездегі уақыт аралығын белгілеп алыңыз. Яғни видеода 120 цифрдан басталып 80-нен аяқталды. Ол қан қысымының 120-да 80 екенін білдіреді. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.